Ақыл сөздер жан туралы. Ішкі себеп жан дүниеңіз қандай болса, сыртқы салдар, қоршаған орта, айналаңыз сондай болады. Біз бала кезден жан құмарымен бәрін білгіміз келді, және бес сезім мүшесі арқылы, құбас сәлем арқылы қоршаған ортаға ақпараттың құлы болдық. Кітаптың тірі организм сияқты жаны бар деп ойлаймын. Себебі оларды ақыл мен жүрек иелері жазды. Кітап дегеніміз сыртқы әсемділген дизайн ғана емес. Адам жанын, өмірдің мәңгілік екенін білетін шығарсыз. Білуіңіз керек, себебі бұл өте маңызды. Сонда адам жаны өлімнен қорықпайтын болады. Маған адамның кедейлігі емес, оның ойы мен жанының кедейлігі қынжылтады. Үмітін жоғалтқан жан, ешқашан үміттеніп көрмеген жан. Достық бұл екі денеде өмір сүретін бір жан. Ұлттың тілі сол ұлттың жаны, жан дүниесі. Ол жүректі соқтыртып тұрған қан тамыры сияқты. Егер де қан тамыры жабылып қалса, жүрек те соғуын тоқтатпай ма? Өлімге де мал керек, батырға да жан керек. Тән сұлулығы қартаяды, жан сұлулығы қартаймайды. Тән сұлулығы мезгілге тәуелді, жан сұлулығы мезгілге тәуелді емес, өз-өзіне тәуелді. Дариға, жігіт қайда өнер тапқан, жан қиып, қызмет қылып, халыққа жаққан. Жанын жаққанын соңына еруге жалғаулы.